Сәлем құрметті оқырман, арнада Нұрсұлтан Өмірбай. Бұл видеода сізге телефондағы монтаж программаларының патологы болған LumaFusion программасы жайлы айтатын боламын. Жақсылап жайғасып алыңыз, видео жарты сағат болып қалуы мүмкін. LumaFusion программасының шыққан жылы 2016 жылдың желтоқсан айы. Осы кезге дейін 5 жыл ішінде біраз обновление жасалып, ішкі интерфейсі және қосымша эффект пен переходтар көбейген болатын. Бұл программа тек iOS платформасында ғана, яғни тек iPhone-ға арналған. Программаның қазіргі кездегі құны 11.990 теңге, айына бөліп төлеп жүрмейсіз, тек бір рет төлеп сатып аласыз. Өз басым бұл программаны 2019 жылдан қолданып бастадым. Ол жылы мобилография ұғымы Қазақстанға енді келген кез еді. Ол кездегі бұл программаның бағасы арзан болды. Мен 5200 теңге сатып алдым. Бұл программаның сапасы және мүмкіншілігі туралы ағылшын және орыс блогерден көрген болатын. Ол жылы телефонда монтаждауға ең қолайлысы InShot пен Videolip программасы еді. Оларда ақылы, айырмашылығы бұл программаларда сіз айына төлеп отырасыз және просын сатып алғанның өзінде мүмкіншілігі аз еді. LumaFusion программасы компьютердегі Premiere Pro программасында қатты ұқсас болып келеді. Телефонға арналған программалар ішінен тек осыда ғана видео және аудиодорожкадан 6 таймлиния жасай аласыз қажет жағдайда. Және де айырмашылығы компьютерде жасаған эффекттерді осы программада да жасай аласыз. LumaFusion программасының интерфейсімен таныстыратын болсам, LumaFusion мына жерде меню отырады, мына жерде проекттер, менде қазір мына жақта 5 проект бар. Меню осындай, дәл осылай монтаждай бересіз, мысалға бір рет басып бересіз, міне таймлиниясы. Бұл жердегі мына айтып кеткен ерекшелік, мына жерде үсті-үстіне былай жайғастыра бересіз. Жоғары қарай видеодорожка 6 ауысият, 6 видеодорожка және астында 6 аудиодорожка. Мысалы мынаны кесіп, немесе басқа эффектті қойып, астына қоя берсеңіз болады. Мысалы мына қараңыз. Бұндай телефондағы ешқандай программада жоқ. Бір-бірінің үстіне былай қоя береді. Мынау дәл компьютердегі Premiere Pro программасымен аналогы болып табылады. Бұны көбінесе iPad қолданушылары осы программада монтаждайды, LumaFusion деген. Бұның интерфейсі міне осындай. Ортасында таймлиния монтаждалады. Аст жағында файлдарды аламыз. Мысалы, өзіміздің галереядағы үстінде мына жақта видео көрінеді. Және біз бұлай монтаждауға болады. Горизонталды форматта. Менге мысалы мына жақтан бір видео қосатын болсам, дәл осылай қосатын боласыз. Кішірейтіп, үлкейтіп. Мысалға жаңадан проект қосатын болсақ, мінекей плюс батырмасын басамыз, мына жердегі сосын кадровая частота, қанша кадр секунд сізге керек, соны таңдап аласыз. Мысалға, мен көбінесе камерада және камерада 50 кадр секунд, ал телефонда 60 кадр секунд. Мысалға, телефонға түсірген видеоны монтаждау үшін 30-ға қоям, себебі проект 30 болған кезде, видеоңыз 60 кадр секунд болған кезде, егер сіз ол видеоны баяулататын болсаңыз, әдемі сглаженно баяулататын болады. Формат таңдаймыз, мына жерде міне 16:9 landscape деген ландшафтный, яғни горизонталды, сосын 9:16 деген Instagram, TikTok-тағы историяға дәл осы кетеді, портрет. Және Instagram-да 4:5 деген форматта пост алуға болады, максимал түрде осылай вертикалды. Міне солда дайын тұр. Осылай бастым, сосын мына жерде цветовое пространство. Бұған тиісудің қажет жоқ. Егер сіз камерадағы видеоларды осы телефонға жаздырып, телефонда монтаждайтын болсаңыз, осыларды таңдауға болады. Мысалға, стандарт 709 деген кәдімгі телефондағы қазіргі біз көріп жүрген телевизор, солардың барлығының цветовой гаммасы. HLG деген ол кішкене 709-дан более широкий, более үлкен цветті ауқымды түстерді қамтитын гамма болып табылады. Оларға тиісудің қажет жоқ. Егер телефонмен монтаждайтын болсаңыз, міне плюсті басамыз. Мінекей жаңа проект қалыптасты. Мысалға, мен бір видеоны алатын болсам, осы видеоны алатын болсам, ары қарай монтаждай беремін. Мысалға,
видео өшіге аудио қоятын болсам, дәл басқа программадағы сияқты импорт файлы өзіңіздің iOS телефондағы телефон памятіне тұрған файлдардан ала бересіз музыканы. Мен қазір біреуін көрсетейін. Мен өзімнің айфонымда музыка деген папкада сақтап етем. Мысалы осыны. Міне астына келіп түседі оның барлығы. Жаңа қосқан музыка осы міне. Неге жаңа проект осылай қалыптаса береді, және әрі қарай өзіңіз монтаждай бересіз. Файлдарды мына жерге мына фото дегенді басып, өзіңіз керекті файлдарды осында жүктей бересіз. Мен өзім монтаждап жатқан проекттерді көрсетіп жіберейін. Мысалы кеше бір әзіл ретінде қазіргі блогер Алмас Есенханның видеосын монтаждаған болатын. Міне үстіне текст те қойдым. Алмас Есенханның музыкасын пайдаланып отырып, яғни будто ты ничего сможешь. Если есть мечта, оберегай его. Дәл осылай музыканы астына қойып алдым. Одан кейін мыналар артық видео бұның барлығы кесіліп салынады. Және байқасаңыздар, мына жерде линия жүріп тұр. Бұл линия дегеніміз ең басында музыка жайлап басталып, одан кейін өзінің қалпына келетін болады. Бұның барлығы үстіне басып басқару болады. Міне мысалы осы музыканы, осы видеоның музыкасын, яғни аудиосын настройка жасайтын болсам, үстіне бір рет бастым. Сосын астына міне размер кадра, именно аудио деген таңдаймыз. Аудио дегенімізде міне аудионы аштым. Аудионы ашқаннан кейін мысалға бас жағына әкеліп аламыз, мына жердегі. Одан кейін мынаны басамыз. Ең басында дауысы 90 минуста тұрсын. Одан кейін мына жерге келген кезде дауысы шығатындай болсын деп, міне ең ортасы центрі міне осы жерде белгісі тұрады. Міне 0 децибел. Соған апаратын боласыз. Байқасаңыздар, мына жердегі ползунок уровень, яғни жүріп тұрады. Және де қазір басқа проекттен, мысалға осы проектте мынау YouTube-ға арналған видео еді. Мына жерде сәлем досым, бұл аудио мен видео бір не таймлейнде орналасқан. Бұл яғни видеоның өзінің встроенный несі, дауысы. Оны ажыратып алу үшін немесе аудиосын өшіріп тастау үшін мынаның үстіне бір рет басасыз. Мына жерде аудионы астыға түсіру деген не бар, белгісі. Соны басып жібересіз, мені қараңыз. Енді осыны өшіріп тастауға болады. Компьютерде сол қалпы тұра береді. Мынаны астына басып, бұдай детсеңіз болады. Мына жерде аудио кететін болады. Кез келген видеоның музыкасын осылай алып тастауға болады. Және мына жерде аудио и видео дәрушылардың барлығының әрқайсының өзінің несі бар, уровені бар. Мысалға астында музыка болып тұрса, мысалға мына жерде мен сөйлеп жатырмын, сосын астына бір музыка қоятын болсам, ол музыканың дауысын ақырын қойсам болады, осылай. Және мынаны менің даусымды кішкене жоғарылатып қойсам болады. Мен даусым естілу үшін. Дәл осылай әрқайсының өзінің регулировкасы болады. Және де мен қазір дәл қазір жасап жатқан YouTube-қа арналған видеом бар еді. Бұл жерде YouTube-қа арналған YouTube каналда қалай ашуға болады деген тақырыпта видео жасап бітіп жатыр едім. Телефонмен көрсеттім қалай YouTube канал ашуды. Және бұл жерге мен ең соңына YouTube каналыма шақыратын тіркелу, подписка жасау деген кнопканы қойғым келіп тұр. Яғни хромакей. Қазір хромакей алып көрсететін болам. Мен дайындап қойған осы хромакейім бар еді. Осыны осылай алып келеміз. Міне фото, сосын мына жақтан мен фотоның ішіне мына видео кірем. Міне. Қазір анықтап алайық қай жерге қоятынды. Қазір аяқ жақтарына қоймын, яғни жүктеу үшін сіз мына жерде
әрекетке шақыратын часть, яғни бөлшегі, соған дейін мен дәл ортасына қою керекпін. Қараңыз, мысалға мына осы жерде болып жатады. Өзінің арнайы приложениесін жаздыру керексіз. Мына жасыл фонды алып тастау керек қазір. Ол фонды алып тастау үшін осы видеоның үстіне бір рет басамыз. Мына карандашты басамыз. Одан кейін мен астында қазір мыналар туралы қазір айтып кететін боламын. Шамалы осыны басамыз. Мына жерде видеоның түсін ауыстыруға болады. Бұны да қазір осыдан кейін айтып кететін боламын. Қазір хромакейді көрсетіп қояйын. Хромакейді алып тастау үшін дәл осы міне кілттің орнына тұрады, оны құлып соны басып жіберемін. Міне green screen key деп тұр, дайын тұр. Үстіне бір рет басып жіберсеңіз, қараңыз, жасыл фон алынды. Көрдіңіздер ғой, қандай жеңіл жолмен үстіне бір рет басу арқылы хромакейдің бәрі өзі кетіп қалды. Үстіне белгілеп те жүрген жоқпын, өзі кетті. LumaFusion'да өте ыңғайлы. Мінекей, осылай келе жатады. Одан кейін несін жаздыру керексіз. Тағы да тіркелу кнопкасын істедім. Қазір бұл проектті білдіру болмау үшін басқа проектте көрсетейін. Қазір жасап қойғаным ұш. Мінекей, мысалға осы видеода қандай эффекттер жасауға болады. Мен қазір мына жақта LumaFusion'ның қандай мүмкіншілігі бар, соның барлығын есіме түскенше барлығын көрсетіп жатырмын. Сол үшін бұл видео кішкене ұзақта созылды. Мінекей, мысалға мына видеоға қазір кезде VN программасында білесіз шығарсыз, қазір көбісі фэшн видеолар түсіріп жүр ғой, кішкене жақындап кететін. Соны істейтін болсақ, мынаған кіреміз, размер кадра деген. Мына жерде мен мысалға мына жақта мышканы көрсеткім келмейді бүкіл видеода. Егер сөйткіңіз келсе, мысалға оны кішкене жақындатып қойасыз, болды. Осылай қолмен ақ бүкіл видео бойы осылай тұратын болады. Мына жақта яғни өзіңізге керекті область, яғни белгілі бір мөлшер ғана көрініп тұратын болады. Так, оны атымен алаймыз пока емес. Енді басқа нәрсе көрсетейін. Мына жақта жаңағы VN программасында айтқандай. Міне, наклон влево, осы кадр жайлап былай солға қарай жылжитын болады. Отделение кішкене алыстайтын болады. Көбісі қолданатын қазір мына приближение. Мына қараңыз. Көп видеода қолданады. Міне. Өзі автоматты түрде басында осылай басталады, одан кейін аяқ жағында осылай жақындайды деген сияқты міне. Өзі қойып береді. Мен жаңа аудионы өшіріп тастаған болатын. Барған сайын жақындай береді. Қазір фэшн видеоларда қазір ол тез жақындайды әр кадрда. Ол жақта енді мынау кішкене білім беретін видео болғаннан кейін осылай кішкене ұзақтау болады. Фэшн видео 1-2 секундтан кесіп алынып отырады. Мына жақта екіншісі раздел скорость и направление. Скорость, яғни өздеріңіз білесіздер, жылдамдық. Міне, мысалы мына жерде жазылып тұр, клип 50 кадр секунд, проекте 25. Егер мен мына жерде замедленный кадр бірдеңені, мысалы қарбыздың кесіп жатқанын сол жайлап көрсеткім келсе, сол кезде дәл осылай. Мен постоянно осылай жасаймын, 50 кадрға түсіретін болсам, 25 кадр секунд проектте жасаймын. Егер мына жерде қарбыздың кадры болса, жаңа кесіп жатқан, соны ақырында байлатып көрсеткім келсе, сол кезде мен осылай жайлатып қоятын боламын. Сол кезде егер 25-те 50 қалатын болсаңыз, сол кезде плавно болады, көрдіңіздер ме? Не? Қолдың жаңа қозғалысын байқасаңыздар, кәдімгідей баяу, көрдіңіздер. Егер де мына жерде сіз 50 кадрға түсіріп, және проекттің өзі 50 кадр секундта тұратын болса, ол кезде кішкене қырқылып, андай тоқтап кететін болды. Сол кезде кішкене қиындау болады. Және бұл LumaFusion программасы 2016 жылдан бері шықты деп айтқанмын. Ол кезде версиясы, енді любой программа басында кішкене төмен болады ғой. Қазір 5 жылдан кейін LumaFusion 3.0 деген қазір версия шықты. Осы менде қазір соңғысы. Және күшті жаңалық басқа программада тіптен жоқ. Мына видео мысалға мысалы сіз Samsung телефонда видео түсіріп, қалтыраған видео түсіріп, осы LumaFusion программада монтаж жасаңыз,
видеоны стабилизация жасай аласыз. Яғни сіздің қалтыраған видеоңызды бұл осы программа арқылы өзі стабилизация жасап береді. Бұл қазір компьютерде Premiere Pro, DaVinci, Final Cut деген программаларда бар. Компьютердегі ең мықтысында ол DaVinci Resolve-да. Мына жерде жазылып тұр, стабилизация log и load. Бұның бәрін қолданатын болсын. Міне астында тіпті қалай қолдану керек, средний, сильный, өзінің режимдері бар, уровендері бар, қатты қолданайық па деген сияқты. Бұл негізі телефонда вообще телефон программаларының ешқайсысында жоқ программа, мүмкіншілік стабилизация деген ешқайсысында жоқ. Мына жерде громкость, енді бұны айтпаса да түсінетін шығарсыздар. Жаңа көрсеткендей дауысын шығарып қайтару. Мынау жаңағы. Мына жерде эффекті дегенде сіз уже кадрға цветокоррекция жасай аласыз. Мысалға міне мына цветокоррекция. Оригинал дегенде өзіңіз жасайтын болсаңыз, оригинал дегенде бір рет басып жіберіп, одан кейін міне әрқайсысын өзгерте бересіз. Красный, зеленый, тени, яркие краски, насыщенность бәрін былай айналдырып отырып, бәрін былай түсете бересіз. Ал егерде дайын тұрған лут керек болатын болса, немесе фильтрлар, үстіне басып өзгерте аласыз. Ал лутты интернеттен жаздырып өз жерге сохранить ететін болсаңыз, мен мысалға мына жерде сохраненный бір бауырымның өзінің жасаған луты, сол маған береді. Но енді далада түсірілген видеоларға қолданатын лут. Кішкене боленький екен, бірақ кішкене жасылдау. Мінекей дәл осылай луттар өзгерте бересіз. Және мына жақта зум, бетіңізді бұлдырату, соң барлығы бар. Міне фильтр Гаусса, міне көрдіңіздер ғой. Және мысалға сіз белгілі бір видеоның белгілі бір аймағында ғана видеоны бұлдыратқыңыз келсе, сол жерде белгілесеңіз де болады. Мысалға мына жерде мен басында бұлдырағанын қаламаймын. Сол үшін мына жерде нормасын алып келем. Мен нормасын алып келіп, мына жерде бұлдырап кетті деген сияқты дәл осындай сіз задание қойыласыз. Осы жерге дейін бұлдырап тұр деп. Сосын мына жерде уже қайтадан ашыл деген сияқты. Мына қараңыздар енді. Осылай келе жатады. Мен мына жерде керісінше жасаппын. Осы жерге дейін бұлдырап тұрады, одан кейін ақырындап ашылады екен. Мен ол үшін мына жерде бір задание қойғым кетпін. Мысалға мына жерге дейін мен ашық тұрсын деп көрсететін бол. Міне ашық тұрады, одан кейін міне жайлап бұлыңғыр болып кетеді, бұлдырап. Мінекей. Бұндай көп программада жоқ. Бұлай зум және фильтр Гаусса, тағы да эффекттер көп мына жерде. Долгий зум. Достар, негізі бұл LumaFusion программасында жасалынатын трюктердің барлығы, компьютер жасалған трюктердің барлығын осы LumaFusionның ішінде жасауға болады. Интернеттен дұрыстап байқасаңыздар, YouTube'да көбінесе ағылшын, яғни Америкадағы блогерлер осы программаны толыққанды ашып түсіндіреді және эффекттерді көрсетеді. Мысалға бір эффект көрдім, тіпті уже сол эффектті дайын күйін сатып жатыр. Мысалға мына трамвай ғой, трамвайдың үстінде осындай call out деген эффекті білетін шығарсыздар. Үстіне осындай сызық шығады, мына жерде трамвай деп жазылып тұрады. Мысалға үстіне былай жайлап сызық шығып, соның бәрін істеуге болады осы программада. Басқа программада ондай жоқ. Бұйыртса оларды үйреніп алуға тырысамын. Егер де достар комментарийға осы LumaFusion'нан сабақтар көптеп шықсын десеңіздер, деп жазатын болсаңыздар, маған ол үлкен шабыт алып келеді. Тиісінше осы LumaFusion программасынан көптеп сабақтар шығатын болады. Ең бастысы қолдауларыңыз. Егер осы комментарийға жазатын болсаңыз, сіз демек осы видеоны аяғына дейін көрді деген сөз. Осы LumaFusion программасын алда уақытта көре жатармыз. Енді сіздерге байланысты, сұраныстарға байланысты мен видео түсірем, видео сабақтар. Келесі видеоларда көріскенше достар, сау болыңыздар.